сабағымыздың тақырыбы жеңіс күні, ұлы ерлікке табысым. Мінекей, біз жаңа бөлімді бастадық, ал бәріміз оқулығымызды ашамыз, дәптерге бүгінгі күнді жазамыз. Қарайық. Тақтаға назар аударамыз. Сабағымыздың мақсаты жалғаулар мен шылауларды ажырата білуге, оларды үндестік заңда орфографиялық нормаға сай жазуға дағдылану. Яғни біз әдеби тіл нормалары бойынша осы анықтамалардың еске түсіріп, жұмысымызда пайдаланамыз. Бірінші топ қолбасшылар, топ 3-тен 2-ден жұптасып, яғни 3 оқушы бір топ сағала береді. Ұшқыштар, 3-ші топ пулеметшілер, 4-ші топ барлаушылар, 5-ші топ тілшілер. 3-тен НАТО үшеу, арғы соңында отырғанымыз екеу болып бөліне береміз. Осы сабақ мақсатынан бағалау критерийі шығады. Критерийге қарайық, өз ойын толық сауатты жеткізеді дейді. Екінші критерий, жалғаулар мен шылаулардың мәтінінен тауып ажыратады, жазылым жұмысында сауатты қолданады. Тапсырма. Тарих, әдебиет пәнінен білімдерін қолдана отырып әңгімелеу. Бірінші, қолбасшылар, белгілі қолбасшылар. Ұшқыштар деген белгілі ұшқыштар. Пулеметшілер, белгілі пулеметшілер. Барлаушылар деген белгілі барлаушылар. 5-ші топ тілшілер. Тақырыпқа қатысты еркін микрофонмен сұхбаттасу дайындайды. Мәтіннің ішіндегі жалғауларды айтамыз. Мәтіндегі шылауларды айтамыз. Жалғаулықтар, емеуліктер, септеуліктерді айтамыз. Ал бастадық. Жылдан дәптерге түртіп жазып аламыз. Жұмысымызды аяқтаймыз. Қол көтереміз. Қай жұп, қай топ бітті жұмыстары. Жұптасып орындаймыз. Қазір.
Қолбасшы Бауыржан Момышұлы 1941 жылы күзгі қысқы кескілескен шайқастар кезінде өз батальонын 27 рет шабуылдады. Ал ішінде қандай шылау бар? Шылау бар ма, жоқ па? Жоқ екен, иә? Ал толық бір шылау міндетті түрде болу керек. Бекзада 1942 жылы тамыз айында ол өз еркімен, Мәншүк Мәметова өз еркімен Қызыл армия қатарынан алынып майданға аттанады. Әрі Мәншүк Мәметова өз бөлімінде таңдаулы пулеметші атанған. Яғни әрі дұрыс, жақсы екен. Ары қарай Назерке болдың ба? 2 сөйлем, 3 сөйлем жетеді. Айқын Ақжан оқиды, Ақжан. Қасым Қайсенов қаламгер партизан. Ол фашистердің жанында өзін басқа есіммен таныстырған. Ол Шапаев атындағы партизан құрамының 3-ші отрядында болған. Қасым Қайсенов әсіресе фашистердің жанында көп болған. Әсіресе. Жақсы. Келесі қайтып қалып қалды? Айқындар қалды.